Сәлеметсіздер ме балалар? Математика 1 сынып, 6 сабақ. 6 сабақ қосу және азайту. Қосу және азайту амалдарын білетін боласың. Сонымен балалар, 1 тапсырмаға назар аударамыз. Суреттерге қара, не байқадың? Мұның қалай жазылғанына қара, жазуларды оқы дейді. Енді балалар суретке қараймыз. Мұнда 2 бала тұр, я, суретте. И 1 бала келіп қосылды оларға. Яғни астындағы жазуымызға қараймыз. 2 қосылған 1 тең болады 3 дейді. Бұл жерде екіміз мына тұрған 2 бала, ал біріміз ол қосылған бала болып табылады. Яғни 2 қосу 1 тең 3 болады. Келесіге қараймыз. Бастапқыда 3 қыз тұрған. Енді 1 қыз кабинетке кіріп бара жатыр. Енді 3 қыз болған басында 3, азайтылған 1, 1 қыз кетіп бара жатыр. Тең болады 2. Түсінікті ме балалар? Келесі 2 тапсырмаға қараймыз. Суреттер мен оларға берілген жазуларға қара, оларды оқы дейді. Қараймыз. 1 бала тұрған, енді 2 бала оған келе жатыр. Яғни 1 қыз, 1 ол келе жатыр. Яғни 1 қосылған 2 тең болады 3. Келесі суретке назар аударамыз. Олар басында 3 болған. Енді 1 ұл мен 1 қыз кетіп бара жатыр. Яғни 2 кетіп бара жатыр. Сонда 3-тен азайтамыз 2-ні, тең болады 1. Есіңде сақта дейді. Қараймыз. Есіңде сақта. Қызылды қараймыз. Қызыл 2 дөңгелек. Қызыл 2 дөңгелек қосылған 1 көк дөңгелек. Тең болады 3. Енді бізде қызылмен көрсетілген ол қосылғыш деп айтады. Қосылғыш ең бірінші тұрған, мысалы берілген есеп болса, судағы бірінші тұрған сан, яғни 2 мына жерде. 2 қосылғыш. Одан кейін қосылған 1, яғни көк қосылғыш болады. Қосылғыш, қосылғыш. Қосындының мәні. Түсіндіңдер ме балалар? Қосынды деп айтылады екеуі бірге. И соңында шыққан жауап ол қосындының мәні болады. Яғни есімізде сақтаймыз. Қосылғыш, қосылғыш, қосындының мәні. Келесіге қараймыз. Барлығы 3 болды. 3-ден 1-ді азайтқанда 2 дөңгелек қалды. Енді қараймыз. Жасыл ол азайғыш. Азайғыш жасыл. Одан кейін көк азайтқыш. Одан кейін айырманың мәні. Азайғыш пен азайтқышты айырма деп атаймыз. Ал содан шыққан сан айырманың мәні болады. Балалар, есімізде сақтаймыз. Бірінші тұрған сан азайғыш. Одан кейін келесі тұрған сан азайтқыш. Соңында айырманың мәні болады. 3 тапсырмаға қараймыз. Қосынды мен айырманың мәндерін тап. Карточкалардың түсіне назар аудар және түсіндір дейді. Қараймыз. Қызылмен берілген қосылғыш, көкпен берілген қосылғыш және жасылдағы қосындының мәні. Енді қараймыз. Қараймыз балалар. Қосылғышта 2 тұр. Көк қосылғышта 1 тұр. Яғни 2-ке 1-ді қосамыз, балалар 3 болады. Келесі 1-ге 2-ні қосамыз, 3 болады. Қосылғыш, қосылғыш, қосындының мәні. Енді келесіге қараймыз. Жасыл бізде азайғыш. Азайғыш. Көк азайтқыш. Кейін айырманың мәні. Яғни 3-тен 1-ді азайтамыз 2 болады. 3-тен 2-ні азайтамыз 1 болады. Балалар, сабақ түсінікті болды ма? Осымен сабақ аяқталды. Сабақ ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.